Әлемнің номер бірінші мотиваторы Энтони Роббинс айтады: өмірде жалқау адамдар жоқ, тек мотивация бермейтін мақсаттар бар дейді. Шын мәнісінде жалқаулық деген не өзі, және одан қалай арыламыз? Егер жалқау деген сөзді тұжырымдап қарайтын болсақ, жалқау деген сөз 6 әріптен тұрады. 6 әріп 6 нашар қасиет. Егер осы 6 нашар қасиетті 6 жақсы қасиетке алмастырсақ, жалқаулықтан ғана құтылып қоймай, өмірің түбегейлі өзгеретіні сөзсіз. Жалқаулықтан бақытқа дейінгі 6 қадам. Бірінші әріп Ж әріпі, жоқ деп айту. Бүгін менде желание жоқ, уақытым жоқ, көңіл күйім жоқ, досың бір жерге шақырса оған да жоқ дейсің. Осы жоқ деу арқылы жалқаулықтың бірінші қадамы басталады. Егер осы жоқтың біразын яға айналдырсаң, я деп жауап берсең, мысалы, я менің көңіл күйім жақсы, я мен сенімен бірге барам, я мен бақыттымын десең, өміріңде үлкен өзгерістер болып, өмірің қызықты әрі мәнді болатын еді. Екінші әріп А әріпі, алдау, өзіңді алдау. Бүгін кеш болып қалды, ертең істей салам, ауа райы нашар болып тұр, басқа күнді бастасам болады, немесе бәрімізге танымал сөз, жаңа жылдан кейін бастап жақсылап кірсем. Өкінішке орай осыдан ештеңе өзгермеген. Егер өзіңе өзің шыншыл болсаң, қиындыққа тік қарап, алға ұмтылсаң, қасыңдағыларға үлгі болып, абырой артырып, өз ісіңнің шебері болар едің. Үшінші әріп Л әріпі, лағып жүру. Кейде өзіңе ұнап тұрған іс болса да, бастыр алдыңда ойланасың, осыдан бір пайда шыға ма, шықпай ма деп. Арадан біраз уақыт өткен, бірақ ойлаған ісің әлі істелінбеген. Осыдан бір 50 жылдай алдын бір топ жігіттер нарыққа өздерінің спорттық өнімдерін шығарады. Ол кезде өзінің спорттық брендімен танымал Adidas нарықты ұстап отырған. Ал халыққа болса жаңадан шыққан өнімге қарап, сендердің сапасыз өнімдерің ешкімге тұтынбайды деп үстерінен күле бастайды. Сол аралықта жігіттер бас қосып, тығырықтан шығуға жол іздей бастайды. Арада үлкен пікір талас пайда болады. Сол аралықта бір жігіт арасынан шығып, жігіттер, халық біз туралы өз ойын айтса айта берсін. Ал біз болсақ, ешкімге құлақ салмай өз ісімізді жай істей берейік дейді. Бұл сөз оның достарына ұнайды. Олар өз істерін ары қарай жалғастыра береді. Олар өздеріне жай ғана істе деген сөзді оран қылып алады. Арадан уақыт өтіп, олар үлкен брендке айналады. Бұл бәрімізге танымал Nike компаниясы болатын. Міне, сен де өзіңнің қазір істе деген сөзді оран қылып алсаң, арадан уақыт өтіп өз жетістігінің жемісін көресің. Төртінші әріп Қ әріпі, құмарлық. Теледидарға деген, немесе қазіргі кезде өте танымал Инстаграмға деген құмарлық, немесе құлдық деп айтсақ та қатты айтпайсың. Интернетпен қолыңда зарядкаң болса болғаны. Қазір парақшамды бір көре салайын дейсің, бірақ арадан біраз уақыт өтіп кеткен, телефоныңның қуаты біткенде бірақ білесің. Егер осы құмарлықты құлшынысқа айналдырсаң, өз мақсатыңа қарай ұмтылсаң, жетістікке жетуіңе көзіңді жеткізсең, қазіргі өміріңе баға беріп, келешекте көз алдыңа елестетсең, арманыңдағы өмір қазіргі өміріңнен әлде қайда қызықты әрі мәнді екенін түсінсең, міне сонда ғана келешегіңе деген әрбір басқан қадамың өміріңе мән алып келе бастайды. Бесінші әріп А әріпі, алға қойған мақсаттың жоқтығы. Егер істеп жатқан ісің соңында жақсы нәтиже көрсетпесе, өзіңе налайсың, менің еш жолым болмайды деп. Әрине оған өзің кінәлісің, себебі өз ісіңе деген сенімің, махаббатың болмаған. Және сені алға тартатын, тәтті ұйқыңнан оятатын биік мақсатыңның болмағаны. Армансыз мақсатсыз адам қанатсыз құспен тең дейді. Алтыншы әріп, соңғы әріп, У әріпі. Және ең маңыздысы, уақытыңның бағасын білмеу. Өмірде ең бағалы зат ол сенің уақытың. Сені жаратқанда тәніңе жан бітіруден басқа саған өте бағалы, өте құдіретті күшті дүниені қоса берген. Ол сенің уақытың. Егер осы уақытыңды бағалай алмасаң, уақытыңды босқа, бейберекетке жұмсап, өміріңе деген белгіңді жоғалтып, және шынайы байлықтың, шынайы бақыттың не екенін түсінбей өтіп кетесің. Егер уақытыңды бағаласаң, келешегіңе мақсат қойсаң, өз мақсатыңа деген құлшынысың болса, қиыншылыққа ештеңеге берілмей және жай ғана істесең, өзіңе шыншыл болсаң, кеудеңде ұрып тұрған жүрегің арқылы я мен бақыттымын десең, өміріңді мәнді сәнді әрі бақытты өткізіп, жетістіктерге жетіп, арқаңа із қалдырарың сөзсіз. Каналға жазыл және достарыңмен бөліс.